Жұлдызды жаңалық. Тезірек көріңіздер. Айтыскер ақын Айнұр Тұрсынбаева жайлы жедел ақпарат. Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылып өтіңіз. Видео астына badana лайк белгісін басып қойып, видеомызды жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Айтыскер ақын Айнұр Тұрсынбаева неге маған бұлай болды? Айнұр Тұрсынбаева 1977 жылы бұрынғы Семей облысы Ақсауат ауданында дүниеге келген. 1994 жылы қазіргі Жамбыл облысы 10 жылдық мектепті бітірген. Ақын қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатында балалық шағында көп қиындық көргенін айтады. Мектепті оқып жүрген кезде жағдайы нашар, төмен отбасыларға беретін киімдермен өстік қой деп айтады. Ол сол кездерде мемлекет киім беретін еді деген сөзімен үн қатты. Сабақта отырса, сондай киімге сұраныс сұхбаты өтіледі. Ол жерге сен жазба түрде жазасың, жауап бересің. Мысалы, менің қыстық пальтом немесе қыстық аяқ киімім жоқ деген сияқты. Кейін оны алып келеді де бүтін кластың көзінше столдың үстіне әкеліп қояды. Сол кезде жағдай жоқ отбасыларға мемлекет көрсететін жақсылығы ғой, дейді ақын. Видеоларыңыз кеңінен тарап, қажетті жерлерге жету үшін видеомызды жақындарыңызға таратуды және де лайк басуды ұмытпаңыз. Егер де басқа да жаңалықтарды білгіңіз келсе, арнамызға жазылып өтіңіз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.